Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мынадай бір қиссасы бар. Аллах тағала бұл кісіні пайғамбарлық келмей тұрып та күнәлардан сақтап қойған екен. Өзі айтады, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Асирдің кітабында келеді. Мен дейді, қой бағып жүрген кезімде қасымдағы серігіммен бірге есіттім, Меккеде той болатындығын дейді. Жастардың кеші болатындығын есіттім дейді. Сөйтіп соған қатты барғым келді дейді. Қасымдағы жаңағы інішекке, сен бүгінше қойға қарай тұр, мен көңіл көтеру кешіне барып қайтайын деп сұрандым дейді. Сөйтіп ол қарап қалды, мен кешкісін келе жаттым дейді. Салтырлаған өлеңдердің, музыкалардың, әуендердің түрлі дыбыстары шығып, көшенің басына бірінші үй бар ғой, көшенің ортасында той болып жатыр десек, алғашқы үйден сұрадым дейді, қай жерде болып жатыр, көңіл көтеру кеші деп айттым дейді. Сонда мына жақта қарай болып жатыр дейді. Сөйтіп кетіп бара жатқан кезде кенеттен құлағым бітелді дейді. Ана музыканың дауысына қарай жақындаған сәтімде құлағым бітелді дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады. Сөйтіп отыра қалдым дейді. Отырған жерімде сөйтсем ұйықтап кетіппін дейді. Күн шырып тұр дейді. Таңертең жаңа түн өтіп кеткен екен да. Дәл осы оқиға екінші рет барғым келді дейді. Дәл солай. Екінші рет бара жатқан кезімде де дәл осылай ұйықтап қалдым дейді, құлағым бітеліп дейді.